Айылдың құрметті жерлестер, қадірменді ағайын. Бүгін Наурызнама 10 күндік аясында ұлттық киім күні болып танылады. Бұл күн салт дәстүрімізді, ұлттық болмысымызды, ұлттық киімімізге берілетін баға деп есептейміз. Ұлттық киіміміз жаңара берсін, ұлттық болмысымыз жасара берсін. Наурыз құтты болсын. Құрметті ауылдастар, бүгін Наурызнаманың ұлттық киім күні құтты болсын. Ұлттық киім күні құтты болсын. Ұлттық нақыштағы киімдеріміз бай және сәнді болсын. Әр ұлттың өзіне тән киімі оның тарихының, мәдениетінің айнасы. Ұлттық киіміміздің әрбір сыры мен әшекейі халқымыздың тұрмыс-тіршілігі, өнерін, салт-дәстүрін көрсетеді. Біз ұлттық киімдерімізді кию арқылы өткенімізге құрмет көрсетіп, болашағымызға деген сенімділікті нығайтуға жол ашамыз. Ұлттық киім әрбір ұлттың өзіндік ерекшелігі мен мақтанышы. Ол тек сәнді киім емес, оның астарында ғасырлар бойы сақталған дәстүр, әрбір тігісінде ұрпақтың іздері жатыр. Қазіргі таңда ұлттық киімдеріміз заманауи талапқа сақталып, ұлттық нақышты сақтай отырып, жаңа кезеңде жаңа бағытта өркендеуде. Бәріміздің бірге осы ұлттық қазынаның құндылығын бағалап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге үлес қосып, бірлігіміз бен бауырмашылығымызға паш етейік. Бүгін 18 наурыз ұлттық киім күні. Ұлттық киім күніне орай бас қосып, ұлықтап отырмыз. Ұлттық киім ата-бабамыздан қалған мәдениетімізді, тарихымызды дәріптейтін және бағалайтын ерекше күн. Баршамыз осы киімдер арқылы өзіміздің рухани бірлігімізді, мәдениетімізді көрсетіп, оны келешек ұрпаққа мұра етіп қалдырайық. Ұлттық киімдер сәні ешқашан өшпесін, халықтың жүрегіндегі орнын әрдайым сақтай берсін. Ұлттық киім күні құтты